Бар жоғы 3 заттан ешқандай пештің көмегінсіз осындай дәмді пирожный муравейниктер жасап шығатын боламыз. Ең бірінші осындай печеньемізді алып, оқтамыздың көмегімен жақсылап біркелкі қылып үгітесіздер. Барлық печеньемізді үгітіп болғаннан кейін осындай вареный сгущенкамызды аламыз да, барлығын печеньеміздің үстіне саламыз. Және осындай арахисті алып, үгітіп, оны да үстіне салатын боламыз. Арахисті қоссаңыздар, дәмі өте ерекше және дәмді болып шығады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Барлығын қосқаннан кейін біркелкі қылып араластырасыздар. Мінекей осындай барлығын араластырып болғаннан кейін, осындай мен форма алдым. Бокалымызды алып, ішіне салафанымызды кигізіп, әдемі формалар жасап шығатын боламыз. Барлығын ішіне тығыздап саласыздар, әдемі форма жасайсыздар. Мінекей достар, барлығын осындай әдемі неше түрлі пішінде жасап шықсаңыздар болады. Сәндік үшін шоколадымызды езіп аламыз да, бетін әдемілеп әрлеп шығамыз. Бар жоғы осы 3 ингредиенттен ғана әдемі, дәмді, жұмсақ пирожный муравейник жасауға болады. Мінекей достар, біздің пирожный муравейнигіміз дап-дайын болды. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бұл өте жұмсақ және дәмді болады, және уақыттарыңызды үнемдейді. Жақындарыңызды қуантудан шаршамаңыздар. Маған тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.